Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін ораманнан ханым жасайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқа мен тұзды суға қамырымызды жақсылап елеп тындырып қоямыз. Нанымыз өте қатты, жұмсақ болмау керек. Қамырымыз дайын. Үй жұмыртқасымен еленген 2 көже ғып тындырып қоясыздар. Дәл 2-ге бөліп, еуі қанғанша 2 рет тындырып, бетін жауып қоясыздар. Кейін біз ораманымыздың салмасына етті турап, етті майдалап турап, үлкен ыдысымызға саламыз. Майлы ет турасаңыздар да болады. Туралған етіміздің үстіне аршылған пиязымызды, 2 бас пиязды тазалап, аршып, осылай етіп 4 бұрыштап үстіне саласыздар. Пияздан кейін картопты тазалап, картопымызды да өстіп, майдалап 4 бұрышты етіп турайсыздар да, бұны да пияз бен еттің үстіне саласыздар. Енді біз орамамызға жаңадан үзілген керемет иісімен жусайды алып кеп жуып, осындай етіп турап үстіне салдық. Оның үстіне қара бұрышымызды ерекше дәм және иіс береді. Және де тұзымызды салып, сұйық майымыздан құйып, жақсылап араластырамыз. Міне алақаныма құйып алдым. Өстіп 2 қасықтай сұйық май құйып, тұз сеуіп отырып араластырасыздар. Ет тұзды болғаннан кейін мен аз тұз салдым. Ал енді қамырымыздың еуі қанды жақсылап үлкейтіп алып, оқтаудың көмегімен жұқа етіп қамыр жаямыз. Менің каналымда көптеген рецепттерді көресіздер. Каналымда рецепттер ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып жүріңіздер. Ал қамырымыз дайын болып қалды. Міне дәл 2-ге бөліп, кейін әр бөлігін тағы бір бөліп, ішіндегі жаңағы салмамыздан салып, әдемі орама ораймыз. Жайылған салмамызды қамырдың бетіне бірдей етіп жаямыз. Жайып болғаннан кейін шетінен бастап ортасына қарай орайсыздар. Бір жері қалың жұқа болып қалмасын салмасы. Ал енді салмасын салдық. Шетінен бастап ортасына қарай айтқанымдай өстіп орап, мантаваркамыздың, яғни қасқандарын майлап, өстіп қайнап тұрған суға 40 минутқа қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын, демалыс күні осындай тағамды отбасыңызға, балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Менің каналымды тіркеп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Көріскенше күн жақсы, астарыңыз дәмді болсын.